Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 49-шы сабақ. Салауаттылық деген не? Салауаттылық сергекте, таза жүру өмірде, адамзаттық келбетте, дақ түсірмеу тегінде. Бала болма тырысқақ, қылығыңды ел сынар, таза ауамен тыныстап, бой қыздырып тер шығар. Салауатты салтты ұғып, таңда жолдың дұрысын, спортпенен жаттығып, жаз денеңнің құрысын. Салауаттылық дегеніміз сергек, яғни ширақ, жеңіл жүру, таза жүру. Және қыңыр, ашуланшақ болмау. Себебі іс-әрекетіңді ел, халық сынайды. Одан да таза ауамен тыныстап, бой қыздырып, тер шығару керек. Салауатты салтты түсініп, дұрыс жолды таңда. Спортпенен жаттығып, денеңнің құрысын жаз. Салауаттылық дегеніміз табиғатта түрлі спорттармен айналысу. Мысалы, жаяу жүру, турникке тартылу, тауға шығу, шаңғы тебу, коньки тебу және суға шомылу. Оқушылар, сіздер спорттың қай түрін жақсы көресіңдер? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сабақ түсінікті болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.